Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Оқу мақсаты: мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтайсыңдар. Балалар, оқулықта берілген Әділғазы Қайырбековтың «Суға жүзу» атты өлеңін мәнерлеп оқыңдар. Сұрақ жауап айдары. Оқыған өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Өлеңдегі қарамен берілген сөздердің мағынасын сөздіктен біліңдер. Ал енді өздеріңді тексеріңдер. Бір-біріңе жүзуді үйренгісі келіп жүрген кім? Деген сияқты сұрақтар қоюға болады. Суда жүзудің пайдасы біздің мойын омыртқамыздың және жауырынымыздың дамуына ықпал етеді екен. Суда жүзуді үйрену үшін біз жүзуге қажетті заттарды және нұсқаулықты білуіміз керек. Өлеңдегі қарамен берілген ызғын сөзі тез, жылдам деген, ал дәрменсіздік сөзі амалсыздық деген мағынаны білдіреді. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді Алан мен Дананың су туралы пайдалы кеңестерін тыңдаңдар. Алан, өзенде жүзіп жүрген балалар көп екен. Я, Дана, шомылу денсаулыққа пайдалы. Себебі адамның өміріне су аса қажет. Неге? Адам ағзасының 86% судан тұрады. Адам қимылдағанда бойындағы су азаяды. Сондықтан адам уақытылы су ішіп тұру қажет. Су туралы толық ақпаратты Зияттан сұрайық. Жақсы. Зият, бізге судың пайдасы туралы айтып берші. Әрине, судың денеге пайдалары. Су дене температурасын тұрақтандырады. Ағзаға оттегі тасымалдайды. Ағзаға дәрумендер және минералдарды таратады. Ағзаны сауықтырады. Ағзада су азайса, не болады? Егер ағзада су азайса, онда адам ауырады. Зиятты тыңдайық. Су жетіспеген кезде келесі жағдайлар болуы мүмкін. Адамның басы ауырады, басы айналады, тез шаршайды, асқа тәбеті болмайды. Су денсаулыққа өте қажет екен. Иә, тауға шыққанда, ыстық күні және тұмауратып ауырғанда суды көп ішу керек. Дана, сен таңертең беті қолыңды жуасың ғой? Әрине, тісімді де тазалаймын. Су жеке гигиенаны сақтауға көмектеседі. Су тазалық пен денсаулық көз. Балалар, екінші тапсырма: дәптер мен жұмыс. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жазыңдар. Жазуларыңды әдемі, көркем, ұқыпты жазыңдар. Ал енді өздеріңді тексеріңдер. Өте жақсы, жарайсыңдар. Үшінші тапсырма: ұйқасын тап. Өздеріңе берілген өлең жолдарының ретін тауып жазыңдар. Жақсы, өздеріңді тексеріңдер. Ақ сүт берген анадай, сусын датар даланы. Асыр салып баладай,
зыр жүгіріп ағады. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Шығармашылық үзіліс. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді, терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Сұрақтар. Арман не істеді деп ойлайсыңдар? Арманның орнында сендер болсаңдар, не істер едіңдер? Реттік сан есімді қосып, өз ойыңды білдір. Мысалы, біріншіден, мен Арманның орнында болсам, деп өз ойыңды жалғастыр. Немесе, біріншіден, Арман мынадай іс-әрекетті жасады деп ойлаймын, деп өз ойыңды жалғастыруға болады. Балалар, бүгінгі сабақта өзіңнің білім деңгейіңді қай деңгейдемін деп ойлайсың, сол тұсты блок ағашында белгіле. Үйде өзің орындайтын оқу тапсырмасы. Есептік және реттік сан есімдері бар 5 сөйлем құрап жазасыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.